қыс 2022 республика командалық оқу жаттығу өткізіп жатыр. Бүгінгі 08:00-дан дабыл 10:01 хабарламасы түсті. Сол хабарлама түскеннен бері біздің азаматтық қорғау қызметінің жүйесі толығымен күшейтілген түріне көшті. Қазіргі кезде өзіміздің елордада азаматтық қорғаныс қызметімен және де кәсіби құтқарушылармен дайындық пысықтап тексеріп жатырмыз. Осы шараның басты мақсаты бұл осы біздің алдымыздағы қыс кезеңге дайындық жүргізу. Біріншіден бұл жерде осы әкімшіліктен қарастырып жатқан барлық мемлекеттік органдарын жұмылдыру және де осындай қыс кездегі апат болып қалған жағдайда тез арада авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу. В результате гололеда произошло ДТП двух автомашин на автотрассе Астана-Павлодар. Имеется пострадавший. Ищель 1. Приступите к выполнению тушения и спасения эвакуации. Направлением Астана-Павлодар. На борту находится 5 человек пострадавших. Для выполнения поставленных задач приступить. Пострадавшим оказывали первую медицинскую помощь. Доставим пункт для обогрева, как приняли. Что принято, работаем с лидером, как принято. Принято.